Енді ортада ПСК құрамасы Атырау. Сәлем, достар! Кеш жарық, жаз келсе де қысқы курткасын сандыққа салуға қорқып жүрген астаналықтар! Алдарыңызда Иманғали Тасмағамбеттің жерлестері. Өйткені біздер Атыраудамыз. Достар, біздер бұл ойынға әдеттегідей ән айтып шығуды ойладық. Бірақ қазіргі эстрададағы проблема бізде де бар. Яғни я дұрыс ән, я дұрыс дауыс жоқ. Сондықтан не бар барымызбен мақтанып шығуды ойландық. Жалпы біздің Атыраудың тұрғындары әйелдер зейнетке 63 жастан шығады дегенде деді де қойды. Өйткені біздер Атыраудамыз. Сосын барлық астаналықтар не болды сөзге жағаласып? Қалай не болды? Достар, біздер көп сөйлегеннен гөрі іске тезірек кіріскен жақсы көреміз. Өйткені біздер Атыраудамыз. Келді! Қыздар, дайынсыздар ма? Қазақстан ұлттық телеарнасындағы келін, яғни Ананды сериалын қатты жақсы көретін дене шынықтыру пәнінің мұғалімі бір күндік жұмысында. Қыздар, дайынсыздар ма? Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бар жанарды жаулаған Жайдарман. Ал Жайдарманның басым көпшілік көрермені ауылда. Ауыл кеші, ауыл жастары. Не істедіңдер, барыңдар ма? Қалайсыздар? Қопи, қайда жүрсің? Үйде Жайдарман көріп жатырмын. Назар аудар ойнады ғой. Не істегенде бүйтеді, ана Ғазиз бар ғой. Бүйтеді, кәдімгідей шығады да бүйтеді. Осыдан басқа киім келіп жатыр. Қалай болай? Қалайсыздар? Бүйтеді, сосын андай әзіленеді. Не жүрсің? Шешелерің жүрсі анау, менің жүрсі мынау, динозавр жүрсі мынау. Сосын ана араластағы ғалым шықты. Бүйтеді, бауырым бека әсәумәйкін квен дейді. Квен, свидермен кеттер дейді. Сосын ана тек қана қыздардағы мереке бар ғой. Пәтем өкіп бөткен ғой анау деген. Мынандай әзіл өнеді олар. Сендер өмірлерінде Жайдарман өніп көргенсіздер ма? Дың дейді. Неге Жайдарман жыртап жүресіз? Кеше Казгуда өстіп айырып еді, сендерді жаттап алындар ма не өзі? Ал енді бізде көрініс. Ұстаздар күні жақындап қалыпты. Өз оқушыларынан сыйлық дәметіп отырған ұстаз. Саламатсыздар ма, балдар? Саламатсыз ба? Бүгін қандай күн? Бірінші күн. Мен кезекшіден борынды немді... Қалай сен кезексізсің? Қалай сен кезексізсің? Өткен аптада кім кезекші дейді? Бірінші сен қашсың. Бүгін қазанның 5-і. Ертең 6-сы. Кеше 4-і болды ғой. Құрсы күшті санайсыңдар. Өз санап білген жаңа жұрттың кластары құсап, жиналып, бір неге коридорда гүл ұстау әлі бері жүгірмейсіңдер? Апай, жүгірмейсіз, дағдайсыз, апай. Отыр! Ана, физика апайларының қолында гүл, біреуінде сырға, біреуінде тағы бір үлкен бір подаркілер бар. Білмейм, солар не жеп пысық болады. Апай, осы бізді сыйлық дәметпесекші, осы ата-аналар жинаста айтатын едіңіз ғой. Ойбай, сен балдарына ештен керек емес. Сен балдар адам болып кетсе болды, сабақтарды оқыса болды. Біреу әкім болады, біреу бай болады, біреу достармен мақтанып, ойбай, сыйлықтар ештен керек емес деп айтатын едіңіз ғой. Болдым. Болсаң отыр. Жоқ, отырма, тұр сен. Сен старсы бессің ба? Жұрттың класстарының старсылар класты жинап, базарға барады. Сен неге бармайсың? Неге барам базарға мен? Бар базарға. Жаңадан бірдеңелер келген жаңа қара. Қара шеш. Жоқ, апай, біздер базарға бардық. Базарға барғанда нені көрдіңіз? Шуламаңдар. Жаным, сен оқитын баласың негізіне. Старсы қылдыр, әдейі сайладым мен сені, я? Сол сынып болып ақша жинады да, сізге мынандай мерекеңізбен осындай керемет сыйлық алдық. Құрсын жандарым, ол керек емес еді ғой, не әуре болыпсыңдар, керек емес еді ғой.
Ту! Өсіп адамды ұялтып, мынау. Дым жоқ қой мынаның ішінде. Керек емес деп тұрған жоқсың, мен аға деп тұрсың. Достар, рахмет. Достар, біздер ойынның басында Атырау туралы мақтанғанымызбен, ойынның соңында өзіміздің оқу орнымыз туралы айтқымыз келіп тұр. Біздің оқу орын жайық жағасында орналасқан, ешбір шетелдік оқу орнынан кем емес, әсем ғимараты бар, сапалы білім және де саналы жастар бар оқу орны. Және де осындай ғажайып керемет оқу орнында оқығанымызға біздер шын бақыттымыз. Сіздермен бірге болған Каспий өңірінің қазіргі заманғы колледжі ПСК құрамасы. Масасы жағып, жайығы тасып, мақтанып айтамыз, өйткені біздер Атырауданбыз. Атырауданбыз. Жалақы жоғары, таусылмай қонағы, мақтанып айтамыз, өйткені біздер